Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін таңғы асқа өте дәмді сырники дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші бізге таза марлы қажет. Оны 2-3 қабаттап осылай ортасына ірімшікті саламыз. Содан соң ірімшікті осылай марлы арқылы суынан құрғатып аламыз. Марлыны міндетті түрде 2-3 қайтара бүктеп аламыз, сонда ірімшігіміз сыртына шығып кетпейді. Міне біз ірімшікті құрғатып дайындап алдық. Енді оған қант және де манная каша қосамыз. Содан соң 2 жұмыртқа салып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Міне осылайша блендердің көмегімен жақсылап әбден түйіршіктері кеткенше езіп аламыз. Достар, егер де массаларыңыз жұмсақ болып кетсе, манная кашадан тағы 1-2 қасық қосуларыңызға болады. Содан соң барлығын жақсылап араластырып, енді форма жасауға кірісеміз. Енді массамызды қасықтың көлемімен алып, оны ұнға аунатып, осылай стаканның көмегімен айналдыра отырып форма жасаймыз. Немесе ұнға аунатып, қолмен осылай дөңгелектеуге де болады, бірақ та стаканмен жасасаңыздар өте біркелкі әдемі шығады. Осылайша сырникиларымызды дәл осы қалыппен әрі қарай жасауды жалғастырамыз. Достар, сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Осылай сырникиларды алдын ала жасап, морозильникте қойып қоюға болады. Керек кезде осылай алып қуыра саласыздар. Міне осылайша пергамент қағазын төсеп, сырникиларымызды дайындап қойдық. Енді табаға аздап май құйып, оны қыздырамыз. Табаға майды шамалы ғана құйсаңыздар жетеді. Сырникиларымызды осылай табаға орналастырамыз. Енді екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей біздің таңғы асқа арналған сырникиларымыз дайын болды. Өте оңай әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге ас болсын.